Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданының Қызылжар ауылында дүниеге келген. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы, білім беру саласының құрметті қызметкері әрі қоғам қайраткері, үлгілі жар, аяулы ана, бөбек қорының негізін салушы Сара Алпысқызы биыл 80 жасқа толып отыр. Сара Назарбаева инженер-экономист мамандығы бойынша білім алған. 1994 жылдан 505 Қазақстанның балалар ауылы қорының, 1999 жылдан демография қайырымдылық қоры қамқоршылар кеңесінің төрайымы қызметін атқарды. Сара Алпысқызы небәрі 5 жасында анасынан айырылып, сәбидің махаббатсыз, жақын адамның қамқорлығынсыз жетілудің қаншалықты қиын екенін біліп өседі. Бөбек қорының неге келуіне де осы нәрсе себепші болған. Сара Алпысқызы 1992 жылы ана мен балаланы қорғауға, жетім балаларды қамқорлыққа алып, олардың толыққанды білім алуына жәрдемдесетін бөбек қорының негізін салды. Осылайша жағдайы төмен отбасылардан шыққан немесе жетім балаларға жәрдемдесудің жаңа жүйесін қалыптастырды. Елде тұңғыш СОС Киндердорф балалар ауылының өмірге келуіне мұрындық болды. Онымен қатар елде бірінші болып жетім балаларды қорғайтын заң шығару туралы бастама көтерді. Қазақстанда қайырымдылық шаралар ұйымдастырып, сапалы мамандар жұмыс істейтін емханалар ашқан үшін Сара Алпысқызы халықаралық қауымдастықтың назарына ілігіп, олардан медаль мен жүлде алды. 1999 жылы СОС Киндердорф халықаралық қорының алтын медальмен, 2002 жылы ЮНИСЕФ арнайы сыйлығымен, өзін ұстану философиясы мен оқу мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен және бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Бұдан өзге бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының Ихсан Дограмачи атындағы халықаралық жүлдесімен, Құрманжан Датқа және Юнайте халықаралық жүлдесімен марапатталды. Мұнымен қатар Софи Лореннің қолынан Ресей Қызыл Крест қоғамы тағайындаған және өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған көп жылдық қызметі үшін берілетін алтын жүрек халықаралық жүлдесін алды. 2019 жыл тәуелсіздік күні қарсаңында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сара Назарбаеваны бірінші дәрежелі Барыс орденімен марапаттады. Айта кететін болсақ, Барыс ордені мемлекеттік, өндірістік, ғылыми, әлеуметтік, мәдени және қоғамдық қызметтегі ерен еңбек үшін табысталады. Ана тілімізбен айтқанда, адамгершілікке келуіміз керек. Жаңа айтады ғой, үлкендер баяғыда, "Алла, бұл дүниеге адам болып келдім, адам болып тудым. Бұл дүниеден енді адам болып кетсем арманым жоқ." Өзімізді үйретіп жатырмыз, басқаларға үйреніңдер деп, соны жасап жатырмыз. Қолымызда күшіміз жеткенше, көзімізді жұмғанша өзіміз үшін соны жасауымыз керек. Бала шағамыздың үшін жасауымыз керек. Бәрімізге Алла жар болсын, пана болсын. Алланың рахметін алайық.